Қаржы министрлігінде 2016 жылдың бірінші тоқсанында жасалған жұмыстардың қорытындысы шығарылды және алдағы кезеңдегі міндеттер айқындалды. Қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың төрағалығымен селекторлық режимде өткен алқа отырысында министрліктің бөлімшелері мен аумақтық органдардың басшылары қатысты. Ағымдағы жылы Қаржы министрлігінің қызметі 100 нақты қадам, ұлттық жоспарын 5 институционалдық реформаларды және мемлекет басшысының Қазақстан халқына өз жолдауында белгілеген тапсырмаларды іске асыру жөніндегі міндеттерді орындауға бағытталған деп министр алқа отырысын ашу кезінде атап өтті. Уважаемые коллеги, мы вступили в фазу активизации деятельности по исполнению поручений главы государства в рамках реализации плана нации 100 конкретных шагов, антикризисного плана правительства, а также плана оперативных мер, или он еще называется план 90 дней. Алқа барысында министрлік қызметінің негізгі бағыттары бойынша ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы атқарылған жұмыс қорытындылары айтылды. Толғағы жеткен өзекті мәселелері талқыланып, бюджеттің толық атқарылуына бағытталған міндеттер айқындалды. Итоги исполнения за первый квартал всем известны. Вы, Бахтияр Турлыханович, недавно в правительстве докладывали о росте доходов, ускорении в закупках, быстром уточнении бюджета, о превентивном аудите, о наших двух ЦИА, легализация и приватизация. Итоги действительно хорошие. Я не буду нагромождать цифры, они забудутся, как и все хорошее. Тем более мы сейчас находимся практически в середине второго квартала. Доходы перевыполнены, и это, надо отметить, впервые внутри года происходит за последние несколько лет. Казначейство уже дано указание держать контрольные рамки в плане финансирования, следить за балансировкой поступлений. Это уже сделано. Вот сейчас закончился апрель. Посмотрим, насколько эта балансировка теперь работает. Бақыт Сұлтанов алқа қатысушылар назарына фискалдық бөлікте жаңа резервтерді іздестіруге, мемлекеттік бюджеттің қаражатын ұтымды жұмсау мен оның айқындығын қамтамасыз етуге, тиімді бақылау жұмыстарына және бизнесті дамытуға жәрдемдесуге аударды. Аудит финансовой отчетности будет осуществляться с 2017 года по итогам сформированной отчетности 2016 года. В этом направлении будет использоваться функционал реестра государственного имущества и депозитарий финансовой отчетности в том числе. Хотелось бы сказать, что теперь все аудиторские мероприятия спланированы на основе системы управления рисками для рассмотрения точечных вопросов. Больше как раз на превентивность работать, да? И поэтому здесь те факты, где совсем явно вычисляются вот такие вещи, да, их надо наказывать. Несите соответствующие предложения, представления. Ну и поручения протокольно также по системе самой камерального контроля, также мне системные предложения должны вести. Қаржы министрі камералдық бақылау тиімділігін арттыру бойынша жүйелі шараларды енгізу қажет екенін атап өтті. Сонымен қатар тұрғындардың ақша және мүлікті жария етуге қатысуға қызығушылығын арттыру, сондай-ақ жекешелендіру және мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігі процесінің ашықтығын, оның ішінде бірыңғай теңгерім ұстаушысы жобасын кеңейту арқылы қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыруға тапсырма берді. Ағымдағы қызмет мәселелері барлық ведомстволардың түйіткілді жағдайлары және іс жүзінде әрбір аумақтық бөлімшелердің жұмыс істеуінің тәуекелді аймақтарын талқылай отырып қарастырылды. План по поступлению за первый квартал выполнен на 109,4%, с перевыполнением на 122 миллиарда тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 403 миллиарда тенге или на 40%. Министр мемлекеттік кірістердің аумақтық бөлімшелері басшыларының өздеріне салық аудитін жүргізу, берешектерді қысқарту, әсіресе жалған кәсіпкерлікке қарсы іс-қимыл жасау бөлігіндегі олқылықтардың бар екендігіне ерекше назар аударды. Көлеңкелі экономиканы төмендету шаралары бойынша тапсырмалар берді. Бақыт Сұлтанов кәсіпкерлікке артық жүктеме салмай-ақ бюджетке түсетін түсімдерді жинаудың толықтығын қамтамасыз ету бойынша бірінші басшылардың жеке жауапкершілігі туралы ескертті. Алқа отырысында жемқорлыққа қарсы күрес мәселелеріне де ерекше көңіл бөлінді. Мы правильно говорим о том, что горизонтальный мониторинг нужен, он налажен в какой-то степени, но больше мы видим констатацию какой-то факта. Да? Здесь поэтому мы должны наладить аналитическую функцию, Лев Косянович. То есть не просто констатация, столько-то хищений обнаружили, столько-то, а мы должны их причинно-следственной связи находить и двигаться уже в такой больше аналитической сфере.
Жемқорлыққа қарсы күресте алдын алу шараларын қолдану қажет. Оның ішінде сеніп тапсырылған персоналдың жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтамағаны үшін басшы буынның міндетті жауапкершілігі керек деп қаржы министрі атап өтті. Мы всю свою работу должны переводить на аналитический лад. Больше работать над эффективностью. Алқа отырысының қорытындылары бойынша барлық бөлімшелердің алдына алдағы кезеңге арналған жоспарлы көрсеткіштерді орындауға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге, атқарушы тәртіпті арттыруға және жұмыстағы олқылықтарға жол бермеуге байланысты нақты міндеттер жүктелді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі.